Всем привет, мои дорогие друзья! Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Гүлдана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама жаңадан қосылушылар болып жатса, қосылушылар болып жатса, барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Гүлдана болады. Менің есімім Алма болады. Бүгін біз өте қызықты тақырыпта видео түсіретін боламыз. Жаз айында, яғни мен жаз айында, яғни азуды қолға алатын боламын. Худею лету дейма сондай. Короче, мен орысшам кетіп қалды достар. Сол достар, бір апта азуға мен азу жайлы, яғни өзімнің азу жайлы видео түсіретін боламын. Сіздерге бұл менің видеом мотивация болады деген ойдамын. Сол достар, менің видеомды қарап маған және де алдағы уақытта қандай видеоларды түсіруді маған комментарийға ой қалдырып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды достар. Мен сіздер қаншалықты қолдау көрсеткен сайын, мен соншалықты видео түсіруді жалғастырамын. Сол достар. Барлықтарыңызға қайырлы таң достар. Всем привет. Бүгін қазір мен ұйқымнан тұрып, яғни беті қолымды жуып, өзімнің бет күтімімді көрсететін боламын. Мен қазір бізде осындай умывашка, бет жуатын, бірге бетімізді жуамыз. Қазір мен бірінші тістен бастаймын. Бетімізді әдемілеп жуып болған соң, бізде осындай мицеллярный вода бар. Осы мицеллярный водамен біз бетімізді мақтамен әдемілеп, жақсылап сүртіп шығатын боламыз. Бұл яғни беттегі кірлерді, мусорларды алатын болады. Соңғы кезде достар, менің бетіме көптеген безеулер, яғни прыштар шығып кеткен болатын. Видеоның өзінде де байқалған болатын шығар сіздерге. Бетімді кәдімгідей прыштар басып кетті. Және де достар, мен бетімді жақсылап сүртіп болған соң, бетіме осындай крем жақтым. Бұның қандай крем екенін білмеймін, бірақ видеода көрсетіп әлекпін. Осылай жақсылап сіңдіртіп, массажын жасап, әдемілеп жақтым. Және де достар, видеодан көргендей беттеріңізге осылай әдемілеп жақсылап массаж жасасаңыздар болады. Достар, мен осы видеода спортивный киімді киіп, осындай лук болған, менде спортивный жаттығуға арналған. Мен бұл жерде түсініксіз сөйлеп жатырмын, сондықтан мен видеоның дауысын қоспадым. Достар, біз осылайша жаттығуымызды бастап кеттік. Мен планкаға тұрып, және де белімді айналдырдым. Яғни бұл майда кетіруге арналған жаттығулар. Және бұны ішке арналған жаттығулар деп те айтсақ болады. Және де достар, бізге қайнаған су ішкен өте пайдалы, сондықтан мен осылай бір бокал қайнаған су ішеміз. Және де достар, үйлеріңізде қандай пайдалы тағамдар бар, мысалы көкөністер, жемістер, сулар бар жесеңіздер болады. Не жеймін деп ойласаңыздар, көкөністерде бізде осындай ас көп бар. Ас көп жейміз, сондай
осыларды жесеңіз де болады, жазға салатқа турап, және өзін жесеңіз де болады. Сол достар, менің айтарым сол.